Құрметті тыңдарман, әңгімені соңына дейін тыңдап, қолдай отырыңыздар. Ерасыл мен Жанар 11 жыл бойы сәби сүйе алмай, тағдырдың сынақтарын басынан өткеріп келді. Үйленгендеріне алғашында үлкен үмітпен қараған жұбайлар жылдар өте әрбір сәтсіздікті ауыр қабылдай бастады. Көрші көлем, тіпті таныстары да әңгіме айтып, әртүрлі емдерге жіберген кездері болды. Дәрігерлерге бармаған жерлері қалмады. Қымбат ем-домдар да еш нәтиже бермеді. Адамдардың сөздері де жанды жаралайтын. Бірақ Ерасыл мен Жанар қол ұстасып, үміттерін үзбеді. Жанар күн сайын, таңертең көзін ашқан сайын, Аллаға дұға жасап, бала сүйсем деген арманы үшін барын салатын. Кейде ол тіпті күдерін үзетін де сияқты. Бірақ Ерасылдың мейірімді сөздері мен қолдауы оны қайта жандандыратын. Бір күні Ерасыл жұмыстан келіп, Жанарға бір ерекше хабар айтты. Ертең тағы бір дәрігерге барамыз. Бұл жолы сенемін, бәрі жақсы болады. Ол кісіні бәрі мақтайды. Бұл дәрігер ел ішінде аты танымал. Жанар басын изеді де, жүрегіндегі үміттің қайта оянғанын сезінді. Уақыт өте келе, ол дәрігерден де үміттері ақталмай, Жанар мен Ерасыл тағы бір рет сәтсіздікке тап болды. Бұл жолы Жанардың жүрегінде ауырлық пен үмітсіздік тереңдей түсті. Ол өзін кінәлі сезіне бастады. Ал Ерасыл болса, ішіндегі жан қиналысын көрсетпеуге тырысты. Бірақ ол да үнемі қалың ойға батып, өмірден шаршап жүрді. Күндердің бір күнінде Жанар ештеңеге қарамай, өзін толығымен Аллаға тапсырды. Ол ешкімге ренжімей, өздерін қанша сынаққа салса да, тағдырға қарсы шықпауға шешім қабылдады. Ол кішкентай ғана ауылдағы мешітке барып, құлшылық етіп, Алладан тек сабыр мен береке сұрады. Көп дұға жасады. Көз жасын сүртпей, жүрегінің терең түкпіріндегі арманын қайтадан оятты. Уақыт өте келе, олар бала сүйеміз деген үміттерін сәл-пәл босатып, тағдырға мойынсұнды. Жанар балалар үйіне барып, көмектесуді ойлады. Ол бір күні Ерасылға осы ойын айтты. Мүмкін біз бір балаға ана мен әке болармыз. Бұл да бір сынақ шығар. Ерасыл бұл сөздерді естігенде алғашында абдырап қалған рас. Бірақ біраз ойланып, Жанардың сезімін түсінді. Олар балалар үйіне барып, сол жерде кішкентай ғана қырқынан енді шыққан Айсұлу деген қызды таңдады. Баланың жанары олардың жүректеріне бірден жылы тиді. Олар Айсұлуды көргенде күліп жіберіп, бұл кездесу тағдырдың сыйы екенін бірден сезінді. Бірнеше аптадан кейін олар қызды асырап алып, өздерінің жанұясына қосты. Айсұлудың келуімен үйге жаңа қуаныш пен мағына келді. Жанар мен Ерасыл кішкентай қыздың жанынан әрқашан табылып, ата-ана болудың қандай керемет екенін түсінді. Айсұлу да, олар да бір-біріне деген шексіз махаббатпен байланыс қандай болды. Айлар, жылдар өтіп, Айсұлу ерекше қыз болып өсті. Ол өзінің сап-сары шаштарымен, жарқыраған көзімен жан-жағына шаттық сыйлайтын. Оның күлкісі үй ішін нұрға бөлеп, ата-жесі мен әке-шешесінің көңілін көтеретін. Ата-жесі оны өте қатты жақсы көріп, еркелетіп, тіпті күн сайын көрмесе сағынып қалатын. Ал әкесі Ерасыл қызының тәтті қылықтарына шыдай алмай, үнемі оны мойнынан түсірмей, менің кішкентай періштем деп айтудан жалықпайтын. Ауылда тұрғандықтан Ерасыл мен Жанар бір күні Айсұлуға ол 4 жасқа толғанда бір шешімге келіп, қалайда оны балалар үйінен асырап алғандығы туралы айтуды жөн көрді. Солай шешім қабылдап, олар қызының бұл шындықты басқа адамдардан естімегенін қалады. Себебі ауылда әңгіме тез тарайтын. Айсұлу 4 жасқа толғанда ата-анасы оны ерекше қамқорлықпен отырғызып, бұл әңгімені қалай жеткізерлерін ұзақ ойлады. Олар қыздарына осы шындықты түсіндіріп, махаббат пен мейірімділіктің ешқашан қанмен шектелмейтінін жеткізгісі келді.
Ерасыл алғаш сөз бастағанда жүрегі дүрсілдеп, қалай қабылдайтынын білмеді. Бірақ Айсұлу ата-анасының айтқандарын сабырлы тыңдады. Ерасыл мен Жанар оған қаншалықты көп махаббат сыйлағандарын айтып, оны ешқашан өзгеше көрмегендерін түсіндірді. Олар үшін Айсұлу әрқашан өздерінің қызы болып қала бермек еді. Бала болса да, Айсұлу бұл әңгімеден кейін ата-анасын бұрынғыдай жақсы көріп кетті. Ол сондай ақылды еді. Ол өзін қауіпсіз әрі сүйікті сезінді. Өйткені олар оны жүрекпен қабылдап, сүйіспеншілікпен өсіргендерін білді. Жанар мен Ерасылдың да жүректері тынышталды. Себебі олар қызының бойындағы сабыр мен түсіністікті көріп, шексіз ризашылық пен бақытқа бөленді. Айсұлу күннен күнге бой жетіп, 5 жасқа толғанда үйге жаңа қуаныштың хабары жетті. Жанар өзінің жүкті екенін білді. Бұл жаңалық Ерасыл мен Жанар үшін күтпеген әрі үлкен бақыт болды. Ал Айсұлу кішкентай болғанына қарамастан, көптен күткен сіңлісі немесе інісі болатыны сезіп, қатты қуанып жүр. Ол ата-анасына көмектесіп, болашақ бауырына арналған ойыншықтарын дайындап, кішкентай сәбидің келуін асыға күтетін болды. Уақыт өте, отбасының күткен күні келіп, Жанар дүниеге сау әрі әдемі қыз баланы дүниеге әкелді. Айсұлу бауырының келуіне қатты қуанды, ал Ерасыл мен Жанардың жүректері қуаныш пен махаббатқа толды. Ата-ана болудың осыншалықты терең мәні бар екенін түсінген жұбайлар енді екі баланың болашағы үшін барынша бақытты отбасын құруды армандады. Алайда уақыт өте келе, үй ішінде кішкентай өзгерістер байқала бастады. Жанар шаршай бастады. Ал Ерасыл болса, жұмыстан қолы босамайтын болып кетті. Екі баланы тәрбиелеу мен үй шаруасын қатар алып жүру Жанарға ауырлық сала бастады. Бұл өзгерістер отбасының біртіндеп өзгеріп жатқанын аңғартып тұрды. Айсұлу анасының кішкентай бауырына көп көңіл бөліп кеткенін ішінен сезіп жүрді. Жанардың уақыты мен назарын түгелдей жаңа туған сәби тартып алғандай болды. Ол анасының бауырын құшақтап, әрдайым оған ән айтып, ертегі оқып беріп жүргенін көрді. Жанардың күлімдеген жүзінен және кішкентайдың қылығының әсерінен Айсұлудың жүрегінде қуаныш сезімі болуымен қатар, кішкене өкініш те пайда болды. Айсұлу өзіне көңіл бөлмейтіндей сезінгенімен, анасына ренжімеуге тырысты. Ол, мен де анамды жақсы көрем, мен де оның көңілін қажет етемін деп ойланып, өз сезімдерін ішіне бүгіп жүрді. Ол кішкентайға қамқорлық жасап, барынша көмектесуге тырысты. Бірақ ішкі жан дүниесінде балалық өкініш бар болатын. Бір күні Айсұлу анасына жақындап, кішкентай сәбимен ойнап отырып, анасынан, «Апа, мені де жақсы көресіз бе?» деп сұрап қалды. Жанар сәл тосылып, қызын құшақтап, «Әрине кішкентайым, ол не дегенің? Мен сені әрқашан жақсы көрем, сен менің жүрегімнің бөлігісің, ендігі жолы олай айтушы болма», деді. Айсұлу анасының мейірімін сезініп, күлімсірегенімен, жүрегінде жасырып жүрген өкінішін толық жоя алмай, анасының назарын қалайша өзіне аудара алатынын ойлады. Осылайша Айсұлу анасымен жаңа туған бауырының арасында өз орнын табуға тырысып, бір күнін өткенін қимастықпен өткізді. Ол кішкентай балаға мейіріммен қараса да, өз көңілінің бір бөлігінің босап қалғанын сезетін. Алайда ол махаббаттың шексіз екенін түсініп, өзі де анасына жақындауға, өз сезімдерін білдіруге тырысты. Уақыт өте келе, Айсұлу кішкентай бауырына қызғанышпен қарап, мінез көрсете бастады. Анасының назарын көбірек кішкентайына бөлетініне наразы болып, оның көңілін аулауға тырысты. Бұрынғыдай еркелеп, анасының қасында ұзақ отыра алмады. Ол үйде қалып, жылап, тіпті кейде ашуланып, өз эмоцияларын білдіруге тырысты. Жанар мен Ерасыл үшін бұл қиын кезең болды. Олар Айсұлуға да назар аударуға тырысты, бірақ Жанардың күш-қуаты
күннен күнге азайып, кішкентай сәбиіне қарау қажеттілігі күн сайын артты. Ал Айсұлудың мінезі үйде қиындық туғызды. Ол бір күн анасына «Неге мені ұмытып кеттің? Мен де бармын», деп реніш білдірді. Бұл сөздер Жанардың жүрегін ауыртты. Ол Айсұлуға жақындай түсіп, оның алаңдаушылығын түсінуге тырысып, «Неге сен түсінбейсің? Қазір сіңлің көріп тұрсың ғой, әлі кішкентай. Мен оған көп көңіл бөлуім керекпін. Сен оған ренжіме, мен екеуіңді де бірдей жақсы көремін», деп Айсұлуды құшақтап алды. Айсұлу кішкентай болса да мінезін көрсетіп, өз бөлмесіне кіріп кетті. Артынан барған Жанар бөлмесіне кіріп, есігін ашса, ойыншықтар шашылып жатыр. Онсыз да шаршап жүрген Жанар ашулы дауыспен: «Қызым, не болып жатыр? Неге бөлмені осындай шашып тастап қойдың? Мен тек ойнап жүр едім. Неге әрқашан мені түсінбейсің? Неге айғайлайсың?» Жанар іштей күйзеліп: «Мен сені түсінуге тырысамын, бірақ бөлмені таза ұстау маңызды. Кішкентай бауырыңа көмектесу керек екенін және ұмытпа. Неге тек сен ол туралы ғана ойлайсың? Мен де сенің қызыңмын. Мені неге назарға алмайсың? Неге мені ұмытып кете бересің? Сенімен бірге ойнағым келеді, бірақ сен тек оған ғана көңіл бөлесің. Мен де сенің сүйіспеншілігіңді қалаймын. Неге біз бірге емес, тек ол ғана бар?» Жанар қанша ақталғысы келгенімен, Айсұлу оған сенбейтіндей көрінді. Бірақ шын жүрегімен Айсұлуды өте жақсы көретін Жанар көзіне жас алып, оны құшақтап, құшағынан жібермеді. Ерасыл жұмыстан келгеннен соң Жанар мән-жайды айтып, Ерасылға барлығын толықтай айтып берді. Ерасыл Жанарға: «Қанша шаршап жүрсең де Айсұлуға көңіл бөл. Ол дәлі кішкентай. Оның жағдайын білесің, әрине ол қызғанады. Сені білемін, сен оны жақсы көресің, бірақ ол оны түсінбеуі мүмкін. Барлық жұмысты қоя салып, өтінемін, Айсұлуға көңіліңді көп бөлші», деп өтінді. Сөйтіп қызымен тіл табысып, жағдайлары жақсара бастады. Жанар 1 жылдан соң кішкентай сәбиін бағып жүріп, тағы да жүкті екенін білді. Бұл жаңалық оларға қуанышпен толқыныс әкелді. Бірақ Жанардың жүрегінде алаңдаушылық та болды. Ол Айсұлудың мінезінің өзгеруімен сезімдері жайлы ойланып, екінші баланың келуі оның қызына қалай әсер ететінін уайымдай бастады. Ерасыл Жанардың жүкті екенін естігенде өте қатты қуанды. Ол жаңа отбасы мүшесінің келуін асыға күтті. Бірақ ол да жұбайының алаңдаушылығын сезіп, Айсұлудың көңіл күйін бақылауға алды. Ерасыл бақытты әрі толқыған күйде: «Біздің үлкен отбасымыз болады», деді. Сөйтіп олар алдағы нәрестелеріне арналған дайындықты бастады. Бала дүниеге келген соң Жанардың өмірі күрт өзгерді. Кішкентай сәби түнде жиі оянып, жылап, маза бермейтін болды. Жанар күні-түні ұйықтамай, баласын бағып, шаршап, шалдығып жүрді. Ерасыл да үй шаруасына көмектесуге тырысқанымен, жұмысы көп болғандықтан қолдау көрсетуі қиын еді. Жанардың физикалық әлсіздігі мен эмоциялық күйзелісі күннен күнге арта берді. Ол кішкентайына қамқорлық жасап, бар күшін салып, сәбиінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін барын салды. Бірақ кейде шаршағаны сонша, тіпті төсекке отырып, кішкентайына қарап, заң болғаны соншалық жылағандай ештеңе істей алмай, тек түріне қарап тұратын. Бір жағынан 1,5 жасар қызы да аяғына оралатын. Сәбидің жылауы әсіресе түнде оны қатты шаршатып жіберді. Жер өтсе де Жанардың шаршауы арта берді. Ол кішкентай сәбиінің жылауынан, ұйқысыз түндерден және бірінші баласының күтімінен қатты шаршағаны сезілді. Ол уайыммен: «Мен неге күшімді жоғалтып жатырмын? Бәрін бірдей ұстап тұру қиынға соғуда», деп өзін сөгетін. Бір күні Ерасыл жұмыстан оралып, Жанардың шаршағанын байқап, оны сабырлы түрде: «Жанар, мен саған әрдайым көмектесуге дайынмын. Бәрі де өткінші, біз балаларымызға сүйіспеншілікпен қарауымыз керек. Осы үшеуін жетілдіріп, қарада тұр, әлі бақытты отбасы боламыз», деп жұбататын. Жанар болса: «Мен шаршадым, Ерасыл,
Кішкентайдың күтімі мен үшін ауыр болып жатыр. Әйелін құшақтап, үнемі оны қолдайтынын, жанынан табылатынын ескертті. Сол сәтте Жанар жүрегінде үміт оты пайда болып, Ерасылдың қолдауымен жаңа туған баласының күтімін де, Айсұлуға да көңіл бөлу үшін күш жинауға тырысты. Қалай екінші баласы дүниеге келді, Айсұлу мүлдем қараусыз қалды. Жанардың барлық уақыты мен назары әрине жаңа туған сәбиге ауысып, Айсұлу өздігінен жалғыздықтан жапа шегетіндей болды. Ол бұрынғыдай анасының назарын тартуға тырысқанымен, кішкентай бауырының күтімі мен қажеттіліктері Жанардың уақытын толығымен қамтып, Айсұлуға көп көңіл бөлінбей қалды. Бір күні ол ойыншықтармен ойнап отырған кезде, кішкентай сіңлісі кенеттен құлап, жылап жіберді. Айсұлу сіңлісінің жылауын естіп ашуланып, «Неге байламайсың? Ойыншықтарға қара!» деп айғайлады. Сіңлісінің жылаған дауысы қатты естілгендіктен, Жанар бұл шуды естіп, дереу бөлмеге жүгіріп келді. Ол Айсұлудың ашуымен айтқан сөздерін естіп, жағасын ұстап, «Қызым-ау, ол әлі кішкентай емес пе? Неге сіңліңе осылай айғайлайсың? Оған қолдау көрсетудің орнына. Мен тек оған түсіндіріп жатырмын. Неге сіз мені әрқашан жазалайсыз? Сен сіңліңе қамқорлық көрсетуің керек, ал сен одан гөрі ашуланып отырсың. Оны қорлауға болмайды, ол әлі кішкентай емес пе?» Айсұлу анасының сөздерінен қатты күйзеле бастады. Ол кішкентайға көмек көрсетуге тырысқанымен, ананың ашуы оған ауыр болды. Анасының шаршағанын сезіп, оның көңіл күйіне әсер ету үшін одан сайын қылық көрсете бастады. Ол кейде сіңлісін әдейі жылатып қоятын. Анасының ашуына осылай тиіп, өзінің назарын аударуға тырысты. Осылай Жанар мен Айсұлудың арасында жиі дау туындап, бұл жағдайды Ерасыл да байқады. Ол жұмыстан шаршап оралғанда үйде тынышсыздықты көріп, көңілі түсіп жүрді. «Неге күнде келіспей жатасыздар? Неге бір-біріңді түсінбейсіңдер?» Жанар күйзелген дауыспен, «Айсұлу мені тыңдамайды, балаларға әдейі жасайды. Жанар, Айсұлу да сенің назарыңа зәру. Мен оны әрқашан жақсы көрем, бірақ кейде мені тыңдамайды дейм. Кішкентай сәбидің күтімі мені шаршатып жіберді. Ал ол өз бетінше ойнаудың орнына, кішкентай қызды бағудың орнына әдейі жылатып қояды». Бір күні далада сіңлісін ойнатып жүрген Айсұлу аяғымен сіңлісін әдейі шалып құлатады. Сіңлісі жылап, құлап қалғаннан кейін Жанар бұл көріністі терезеден кездейсоқ байқап қалған болатын. Ол далаға атып шығып, «Неге сіңліңе осылай істейсің? Мен тек ойнағым келді». Қызының жылап жатқанын көрген Жанар одан сайын ашуланып, Айсұлуға осы жолы қатты ұрысты. «Сен не істеп отырсың? Бұл күлкі емес, Айсұлу». Жанар оны шапалақпен тартып берді. Оның жүрегі ауырса да, ашу ызаға толы болды. «Тағы да егер бұзықтық жасасаң, мен сені апарып тастаймын». Жанар осы жолы өзін өзі ұстай алмады. Айсұлудың көздері мөлтілдеп, ол ештеңе айта алмады. Оның жүрегі ауырды, бірақ осы жолы анасының ашуынан қорықты. «Мен жай ғана қызық болсын деп, көңілді болсын деп жасадым. Көңілді болу үшін сіңліңе қамқорлық көрсете білу керек. Біз әрдайым бір-бірімізді түсінбей қала береміз». Айсұлу өзін ұстай алмай, анасының қасында өз ренішін айтып, «Сіз мені ешқашан түсінбейсіз. Мен сіздің назарыңызды алғым келеді, бірақ сіз тек кішкентайыңызға ғана көңіл бөле бересіз», деп кетіп қалады. Бұл жағдайдың барлығын көріп жүрген енесі Айша Жанармен сөйлеспекші болады. Бір күні келін шақырып алып, «Мен сені түсінем, бірақ сен мынаны біл. Айсұлу кішкентай, ол осы біздің отбасымызға келген періште. Неге мені кінәлап тұрсыз, апа? Не істеп жатырмын? Оның істеген ісі дұрыс па енді? Неге мені тыңдамайды? Неге мені адам құрлы көрмейді?» Айша мейірімділікпен, ол тек сенің назарын тартуға тырысып жүр. Оның жүрегінде тек сенің сүйіспеншілігіңді алу туралы арман бар. «Жоқ, апа, түсінемін ғой мен бәрін. Бірақ кішкентайымды да жылатып қарап қоймаймын ғой.
Апа, мен осы жолы кінәмді білем. Мен жағдайды ушықтырып алдым. Мен оны жақсы көремін, бірақ өз-өзімді ұстай алмадым, деп көзіне жас алады. Сабыр ет қалқам, бәрі ұмытылады. Балалар әлі кішкентай. Ең бастысы қасында қолдауың бар. Ертең-ақ бәрі өсіп кетеді, сабыр сақта қалқам, деп келін жұбатады. Ерасыл жұмыстан келген соң, Жанар оның алдынан шығып, күнде бір нәрсе істеп, сіңлісіне жамандық жасап жүргенін айтып береді. Ерасыл болса, ол бар болғаны 5 жаста ғана. Сен өзіңді оның орнына қойып көрші. Неге түсіністікпен қарамайсың? Жанар наразылықпен: мен онымен сөйлескенде ол мені елемейді. Мен әрдайым кішкентайымыздың жағдайымен айналысып, оған уақытым болмай жүр, ал ол мені түсінбейді. Сен дұрыс айтасың, менің назарым жетпей жатқан шығар, бірақ оның да мінез құлқын түзетуіміз керек. Ерасыл болса, дәл солай. Оның жүрегінде сүйіспеншілік бар, ал біз оған дұрыс бағыт берсек, бәрі жақсы болады. Осылайша Жанар Ерасылдың қолдауын сезіп, Айсұлуға ренішпен қарауды тоқтатуға шешім қабылдады. Ол өзінің қызына көңіл бөлу үшін оның жүрегіне жетуді және өзара байланыс орнатуды мақсат етті. Уақыт өте келе, Айсұлу кішкентайының мазаңдығына шыдамай, оны қарату үшін балаларын салып алып, отбасымен жолға шығады. Барлығы да у-шу болып келе жатады. Жолда барлық нәрсе жақсы болып көрінді. Бірақ бір кезде аяқ асты жолдың үстінен бір жылқы шыға келді. Ерасыл шұғыл торымызды беріп үлгерді, бірақ уақыт өте аз болды. Машинаның артқы жағында ортасында отырған 1,5 жасар қызы алдындағы орындыққа соқтығып, алға ұшып түсті. Жанар шошып: «Қызым!» деп айғай салды. Кішкентай қыздың құлауы қатты болды. Жанар мен Ерасыл жан таласа басын көтеріп алды. Қызының беті қанға толып, жағдайы ауыр екені анық болды. Ерасыл шошып: «Құдайым, не істейміз?» Олар тез арада көліктің есігін ашып, қызын көтеріп шұғыл ауруханаға жеткізу үшін машинаның артына отырғызды. Жанар жылап: «Мен оны жоғалтып алғым келмейді». Жанар мен Ерасыл жолда жедел жәрдем шақырды. Бірақ жолда барлығы өте баяу өтті. Ерасылдың жүрегі удай ашыды. Кішкентай қыздың тынысы бәсеңдеп, оның көз алдында барлық нәрсе бұлыңғырланып кетті. Ауруханаға жеткенде дәрігерлер жедел түрде көмектесуге кірісті. Бірақ Жанар мен Ерасыл дәрігерлердің беттерінен қайғылы жаңалықты көруге қорықты. Олар күткен уақытта еш нәрсе айтылмады, тек уақыттың өтуі мен өмірдің ауырлығын сезінгенде болды. Дәрігер: «Біз барын салдық». Бірақ Жанардың жүрегі тоқтап, Ерасылдың қолын қысып ұстап алды. «Жоқ, бұл болмайды. Ол біздің періштеміз». Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Жанар мен Ерасыл бір-біріне қарап, біреуінің қолында кішкентайы, екіншісінің қасында Айсұлу, тұрған жерлерінде не болғанын түсінбей тұрып қалды. Олар кішкентай қызын жоғалтып алудың ауыртпашылығын бастан кешіріп, екеуі де ең үлкен қайғыға тап болды. Осылайша отбасы үшін ауыр кезең басталды. Олардың жүрегінде періштенің суреті мәңгілікке қалды. 1,5 жасар қыздарының қылықтарын, тәтті сәттерін еске сақтай отырып, осындай қиын күндерді бастарынан өткізді. Күндер өтсе де, Жанардың жүрегі ауыртпашылықтан арыла алмады. Ол қызының жоғалғанын ойлап, күнделікті өмірінде мүлдем өзін жоғалтып алды. Күндердің бірінде енесі Айша оған арнайы келіп, жағдайды түсіндіріп, қолдау көрсету үшін мейірімді дауыспен: «Жанар, келінім, қызым, мен сені түсінемін. Сенің жүрегің ауыр, бірақ өзіңді жоғалту дұрыс емес». Жанардың көздерінде жас: «Мен қызымнан айырылдым. Мен өмір сүргім келмейді, апа». Келініне қарап: «Есіңді жи, өзіңе кел. Аллаға шүкір, балаларың бар, 2 балаң бар. Айсұлу бұл бізге Құдайдың берген сыйы. Ол болмағанда, мүмкін сен 2 балаңды да дүниеге әкелмес пе едің». Жанар үнсіз тыңдап отырды.
Айша одан әрі жалғастырды. Сен есіңде болсын, жақсы сөз, жарым арыз аузыңа ие болып сөйле. Сендер енді бақытты сәттеріңді еске алып, алға қарай жүрулерің керек. Жанар болса, бірақ менің жүрегімде оның жоқтығы бар. Мен де сені түсінемін. Бәріміздің де ол туралы естеліктер бар. Тірі адам тіршілігін жасайды. Енесі келінің қолынан ұстап, алға қарай жүр, Жанар. Сенің екі тамаша балаң бар. Оларға да сүйіспеншілігіңді көрсетуің керек. Мықты бол, бекем бол деп өз ақылын айтты. Айша келіне күлімсіреп қарап, оған моральды қолдау көрсетуге тырысты. Жанар бір сәтке ойланып, енесінің сөздері оның жүрегіне терең кірді. Ол кішкентай қызының қайта келмесін түсініп, енді өз-өзін қолына алып, артта қалған екі баласына көңіл бөлу керек екендігін түсінді. Сіз дұрыс айтасыз, апа. Мен енді бар сүйіспеншілігімді балаларының жүректеріне жеткізуім керек. Дәл солай. Бәріміз бірге болсақ, бұл қиын кезеңдерді жеңеміз деп жұбатты енесі. Осылайша Жанар өзіне сенімділігін қайта тапты. Ол енді өз балаларымен, олар үшін жақсы ана болуға, Ерасыл екеуі отбасының бақытын сақтап қалуға барын салды. Құрметті тыңдарман, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.